Ақпанның 18 жұлдызы Қазақстан Жазушылар одағы мен Республикалық ұйғыр музыка комедия театры Алматы қалалық ұйғыр мәдениет орталығымен бірлесе отырып, ұйғыр халқының жалынды жүрек иесі Лутбулла Муталиптің 85 жылдығына арналған мүшәрият кешіні ұйымдастырды. 23 жасында қыршыннан қиылса да, артында өшпессіз қалдырған ақынның өмірі туралы қойылым Гүлбахар Насированың сценариясы және Мұхит Изімовтың режиссерлығында дайындалып, ақынның тырнақалды туындыларын өз ішіне қамтыған. Қалбы ғазинсіден түкірген жалды сәр. Мен hem бұған еді әлі ұмыр қадар. Но үміт ислауның. Лутбулла образын жаратқан Алымжан Айсаев, ақын қайта тырылып, арамызды жүргендей әсер қалдырды. Жарқыраған жұлдызды дүниеге алып келген ата-анасына, халқына риза болған көпшілік Лутбулланы бауырына басқандай болды. Кештің екінші бөлімінде Қазақстан Жазушылар одағының мүшелері жас өмірден озған, қысқа ғұмыр көшсе де мазмұнды ақын өмір туралы жүрек жарды сөздерді сөйледі. Бірнеше өлеңдерін оқыды. Кешке қатысқан қазақ жазушылары ұйғыр халқының қашығадай қайсар ақынына арналған өлеңдерін көрерменге сыйға тартты. Лутбулла Муталипке арналған өлеңімді оқып берейін. Азап шектің жаныңа аптап салдың, жұқтырмадың өмірдің батпақтарын, армандық дегенің осы емес пе? Қаныңды төгіп, арыңды сақтап қалдың. Мен өлсем де, мендегі тілек өлмейді деп артында өшпес із қалдырған ақын бейнесі кейінгі ұрпақтардың жадында мәңгі жатталады. Азнат Талипов, Ринат Абулхаиров, Вадим Дорожка, Таңыртақ телеарнасы.